жақсы ма? Бүгін бізде әдебиет сабағы, иә? Әдебиет сабағы, бүгінгі біздің тақырыбымыз өткен сабақта өтілген, яғни Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасы негізінде Бәйтерек монументі атты жаңа тақырып өтеміз. Және де бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына кететін болсақ, ол көркем шығармалардан алынған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Яғни біз бүгін түрлі шығармашылық жұмыстармен және де поэма үзінділерімен жұмыстар жасайтын боламыз, иә? Жақсы, олай болса, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз 4 топқа бөлініп алайық, иә? Топқа бөлініп әдісі бізде стикерлер бойынша болады. Яғни біртіндеп келіп, стикер алып, стикердің артында қандай топ жазылған, және де топтың аттары сіздерде тұр партада, сол бойынша орналасамыз. Тез-тез. Сабағымыздың тақырыбына байланысты топ аттары сіздерге қойылды. Жақсы, олай болса оқулығымызды жұмыс дәптеріңізді алып, бері қарай назар аударамыз сабаққа. Сіздерге үйге тапсырма, шығармашылық тапсырма берген кезде. Қандай тапсырма берді? Оқулықтағы екінші тапсырма жазылым жұмысы ретінде, және де мемлекеттік маңызы бар, яғни монументтер туралы мәліметтер жинап беру, иә? Жалпы үйге берілген тапсырманы біз қазір ол шығармашылық жұмысты бүгінгі жаңа сабақпен байланыстыра отырып, яғни қорғайтын боламыз сабақ барысында, ал жазылым жұмысын сіздерден сабақ барысында тексеріп шығған дәптерлеріңізде түсіпті ма? Жақсы, олай болса өткен тақырып бойынша сіздерге сұрақ қойсам, яғни ескертіп алайық, иә? Біз Несіпбек Айтұлының қандай шығармасын өттік? Бәйтерек поэмасын өттік, иә? Жалпы Бәйтерек поэмасында қандай мәселелер көтерілген екен? Тәуелсіздік мәселесі. Тәуелсіздік. Елбасы. Иә, елбасы. Елорда. Еліміздің бас қаласы Астана туралы. Және де тағы келесі сұрағымыз, дәл осы Бәйтерек поэмасының неліктен Бәйтерек аталды? Атауы неге олай болды деп ойлайсың? Білмейміз ба? Жалпы бұл сұрақ негізі бүгінгі жаңа сабаққа қатысты болатын. Олай болса келесі, поэмадағы негізгі құндылық не деп ойлайсыздар? Тәуелсіздік. Тәуелсіздік, иә? Бостандық, тәуелсіздік, сосын? Негізгі басты құндылық ол тәуелсіздік деп білеміз, иә? Және де соңғы сұрақ, яғни бүгінгі сабаққа қатысты Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан Бәйтерек монументіне барып көргенсіздер ме? Араларымызда барып көргеніміз де бар, немесе енді баратындарымыз да бар, иә? Жақсы. Бүгінгі ендеше жаңа тақырыбымыз ол бізде Бәйтерек монументі болып табылады. Жаңа сабаққа байланысты ең бірінші бейнематериалға назар аударсақ. Бәйтерек елорданың бойтуары, сол жағалауда бой көтерген алғашқы нысан. Мұнараны салу тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы. Жапон, Ресей, Қазақ сәулетшілер жайлы қанат бітіріп жобасын естті. Қазақстандық компания ол 18 ай жасады. Конструкциясына алтай ақ бораннан бөлініп битін болат қолданылған. Бәйтерек мұнара ғана емес, терең мағыналы нысан. Ежелгі аңыз бойынша самұрық құстың әуелі ұясын бейнелейді. Мықтылық пен бүтіндіктің бейнесі. Сол жас мемлекеттің Бәйтеректе бұл тамыры терең болсын деген мағынада жасалып отыр. Сол жағалаудағы есіктің жаңа қаласы басталды деген сөз. Бәйтерек бүгінде елімізді бейнелейтін брендтердің біріне айналған. Құрылымына келсек, биіктігі 97 метр, 19 қабатты үйдің биіктігімен бірдей, 3 бөліктен тұрады. Төменгі бөлігі теректің тамыр жайылу іспетті жер бетінен -4,5 метр тереңде орналасқан. Мұнда түрлі кәдесый, ақпаратты орталық билет алатын орын бар. Ортаңғы бөлігінің биіктігі 90 метр, жедел сатымен 1 минутта көтеріле аласыз. Ал жоғары қабаты алып шар, диаметрі 22 метр, салмағы 300 тонна екен. Бір қызы алақандай шарға 120 пресиятын көрінеді.
әлемнің 90 кереметтің материалдан қандай ақпараттар алдық? Оның авторлары, оның қандай мағынаны Авторы кім екен? Идея авторы? Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Және тағы да бір қызықты ақпарат айтылды ғой. Яғни жоба жағында орналасқан шардың ішіне 120 салмағы 300 тонна. Жақсы. Бұл жалпы біздің Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан Бәйтерек монументіне байланысты сіздерге ақпарат берілді. Ал енді негізгі тақырыпқа көшер болса, бізде Несіпбек Айтұлының Бәйтерек поэмасындағы Бәйтеректің образы, яғни соны ашатын боламыз. Сол жөнінде сіздерге кішкене ақпарат беріп өтетін болсам, яғни поэмадағы Бәйтерек ол тәуелсіздіктің негізгі идеясы болып табылады екен, тәуелсіздіктің негізгі идеясы, сонымен қатар мәңгілік елдің негізгі идеясы болып табылады. Жалпы біз суретте не көріп тұрмыз? Монументті және де Бәйтерек ағашын көріп тұрмыз. Ал Бәйтерек ағашы туралы қандай ақпараттар білеміз? Сипаттап бердіңіздер. Биік, сосын үлкен, биік, мәуелі ағаш, сосын тамыры тереңге жайылған, және де оның үстінде алтын жұмыртқа өзіндік бір тарихы бар, тағы алып деген білдіреді ма? Жақсы. Енді дәл осы Несіпбек Айтұлы өзінің Бәйтерек поэмасында, яғни Бәйтерек монументін тәуелсіздіктің мәңгілік елдің негізгі идеясы деп алған екен. Яғни біз осы тәуелсіз еліміздің жалпы бұл шығарма тәуелсіздік алғаннан кейінгі жазылған тәуелсіздік туралы қазіргі таңдағы ең белгілі шығармалардың бірі десек болады. Өткен жолы біз жалпы сабақтарда, осы уақытқа дейінгі сабақтарда поэманың негізгі мазмұнымен таныс болдық, ондағы кейіпкерлермен таныс болдық, және де поэма бойынша композициялық талдау жасаған болатынбыз. Енді бүгін дәл осы поэмадағы Бәйтеректің негізгі, яғни рөлі туралы, немесе идеясы туралы айтатын боламыз. Жақсы. Келесі, сіздерге үйге шығармашылық жұмыс берілген еді. Мемлекеттік маңызы бар, яғни өткен жолы айтылған, сыныпта біз Бәйтерек монументімен салыстырамыз дедік, басқа да монументтерді. Яғни тәуелсіздік алғаннан кейін салынған, немесе тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік, яғни маңызы бар ескерткіштерді бір-бірімен салыстырамыз дедік. Олай болса, сіздерге бірінші тапсырма постер қорғау болады. Яғни бірінші топқа, бірінші тыңдап алайық. Бірінші тәуелсіздік монументі қай қалада орналасқан? Алматы қаласында орналасқан. Екінші қазақ елі монументі Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Ал тәуелсіз Қазақстан монументі қаласында орналасқан. Мәңгілік ел қақпасы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Жақсы, олай болса, бірінші топ сіздер тәуелсіздік монументін, яғни Алматы қаласында орналасқан. Сол бойынша көздер қорғайсыздар. Сіздерге арнайы сурет берілген. Ал екінші топқа бізге қазақ елі. Үшінші мәңгілік ел қақпасы. Ал сіздер үйде дәл осы, қазір түсіндіріп өтейін тапсырманың мазмұнын. Дәл осы монументтер туралы үйге сіздерге тапсырма берілген, мәліметтер жинап келу. Ал қазір біз Бәйтерек монументі туралы жалпы бейнематериалдан ақпараттар біле алдық. Сол бойынша енді бірінші тапсырма сіздерге постер қорғау. Топпен жұмыс, яғни алдарыңызға берілген екі монументтің суретін сол бойынша салыстырасыздар. Жалпы сипаты тұрғысынан, тарихы тұрғысынан немесе авторлар кімдер деген сынды маңызды ақпараттарды атап өтесіздер. Түсінікті ме?
Оқушылар сұрақ бар ма? Жоқ, апай. Олай болса, постерді қорғауға 5 минут уақыт беріледі. Сиретте бізде бәйтерек монументі бұл Нұр-Сұлтан қаласы салынған Нұр-Сұлтан қаласының символы. Оның биіктігі 97 метр. Және де оның авторы Нұрсұлтан Назарбаев ол Қазақстанның тұңғыш президенті. Екінші суретте бізде тәуелсіздік Қазақстан монументі бейнеленген. 1996 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 5 жылдығына орай салынған монумент болып табылады. Бұл Алматы қаласында салынған. Сәдет және мүсіндердің ескерткіші авторы Шоқан Уәлиханов. Апай және жылдары ол екеуі де Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай салынған. Апай неге сылтауға? Қандай бөлінеді? 28 метр, автор Шоқан. Өте жақсы. Тыңдаймыз, иә? Жалпы бәйтерек және де мәңгілік ел қақпасы бәйтерек монументімен салыстыратын боламыз. Жалпы айтатыны бұл екі монумент те Нұр-Сұлтан қаласында Елбасы тобы тыныш сақтаймыз. және де бұл екеуінің де авторы негізгі құрушысы Нұрсұлтан Назарбаев болып табылады. Бәйтерек 30 тамыз Астана қаласында құрылды. Биіктігі 97 метр, әлемнің 90 кереметін үшінші орынды алады. Бәйтерек құрылысының тарихы өте зор. Біз жаңағы айтқандай, бәйтерек әуежаймен салыстырып саналады. Бұл ежелден аңызға байланысты, самұрық аңызға байланысты салынады. Мәңгілік ел қақпасы әлемдегі санаулы қалаларға тән ерекше сәулеттік монументтарды құрылды. Әдетте мұндай қақпа жеңіс рухын асқақтауды немесе жасампаз жетістіктерді көрсету мақсатында жасалады. Және де мәңгілік ел қақпасы осы 2011 жылы тәуелсіздік алған тәуелсіздікке 20 жылына орай ашылды. Және де бұл оның қақпаның жоғарғы қабатына баспалдақпен көтеруге болады. және де олар гранит пен мәрмәр, яғни сапалы материалдардан жасалған. Жақсы. Ал екеуінің ұқсастықтары не екен? Ең басты ұқсастығы? Екеуі де бір қалада орналасқан. Иә, бір қалада. Авторлары яғни елбасы, иә? Тағы айта кететіндей, жалпы осы мәңгілік ел қақпасы ол ою-өрнектермен өрнектелген. Және де біз көріп тұрғандай, оның жағында 4 мүсін берілген. Бұл мүсіндерді атап өтетін болсақ, бірінші мүсін ол бізде ақсақал. Ол бізде тәуелсіздікті маңыздылықты білдіреді. Ал екіншісі әйел ана, ол мейірімділік пен мейірімділікті білдіреді. Ал қалған екеуі ол батырлар. Яғни біздің қазақ батырларымыздың ерліктері туралы айтылған. Өте жақсы, рахмет оқушылар. Астана тобына қошемет. Елбасы тобы дайынбыз ба?
жыл. Жақсы. Қадамның басын өтеміз. абай бүгінгі сабақ өте қызық және де күшті болды. Бүгін көптеген мәліметтер алдым өзіме және де басқаларға да өзім білетін заттарды айттым деп ойлаймын. Сабақ өте қызық болды. Сізге көп рахмет. Жақсы. Ал қалған үш топ. Ең бірінші мен сізге алғысымды айтқым келеді. Осы сабақты дайындалып, бізге тапсырма беріп, осы сабақты қысқа өткізгеніңіз үшін өте үлкен рахмет. Мен осы сабақта қызықты мәліметтер алдым. Уақытымды қызық өткіздім. Және сабақтағы бәйтерек пен деген монументтердің арасындағы айырмашылық пен Елбасы тобы ауға. Бәйтерек поэмасының өзіме керекті мағлұмат алдым деп ойлаймын және де Қазақстандағы әртүрлі монументтер туралы мәлімет алдым. Сондықтан сізге де барлық топ мүшелеріне де рахмет беремін. Сіздерге үйге тапсырма беріп кетейін. Оқулықтарыңыздағы 216 бетте екінші тапсырма берілген. Ол жерде былай дейді. Яғни туады әр халықтың өз көсемі атты тақырыпта эссе жазасыздар. Рас ма? Белгілеп аламыз оқулықтарды. Сабақ ертең болады. Сабақ аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.